Бүгінде өзінің заңды әйел бала шағасымен ажырасып, өзге әйелді балаларымен алып, өлместің күнін көріп жүрген әкелер бар. Иә, балалардың күнәсі жоқ. Біреудің баласы ғой демей, оны асырап, бағып жетілдірген жақсы. Бірақ өз балаңыз өзгенің есігінің алдында жетімнің күйін кешіп, тағдырдың тәлкегіне түсіп жүрген кезде, сіздің аузыңыздан бір жұтым қара судың өзі қалай өтеді? Бұндай жағдай тек еркектердің ғана емес, әйелдердің де арасында белең алып келе жатыр. Қазірде осындай өгей ата-аналардың кесірінен қаншама қыздарымыз зорланып, қаншама балаларымыз қорлық көріп, тіпті ажырамаған отбасының өзінде бітпейтін ата-аналардың жанжалдарының кесірінен қаншама балалардың психологиясы бұзылып, тағдырдың тәлкегін көріп келе жатыр. Біз неге, мен не жасасам да балаларым үшін жасап жатырмын дейміз да, бірақ сол балалардың өмірін өз қолымызбен өшіріп жатырмыз. Неге үлкендердің ашу ызасының өтеуін сол кішкентай жүректер төлеу керек? Сіз шын мәнінде сол балаларды тірідей бұл өмірде өлтіріп жатқаныңызды түсінесіз ба? Тірі жетім деген бұл өмірдегі де, қоғамдағы да ең ауыр қасірет. Жетімсіреген жүрек ертеңгі мейірімсіз қоғамның іргетасы. Ата-ананың бақыты балалардың бақытында болу керек. Ажырасу ол сіздің екеуіңіздің ересектердің шешімі болып көрінгенмен, оның зардабын да, салмағын да көтеретін балаларыңыз. Егер балаларыңыздың жүрегі қарс айырылса, сіздер көңіліңізден шығатын алтын жар тапсаңыздар да бақытты бола алмайсыздар. Егер шынымен де балаларыңыз үшін өмір сүріп жүргендеріңіз рас болса, онда сіздер дүниемен емес, өздеріңізбен, өмірлеріңізбен күресіп, балаларыңызды жетім қалдырмауға әрекет жасаңыздар.